Сәлем достар, сіздермен мен Айзада. Бүгін мен сіздерге жасалу жолы өте оңай және тез жасалатын радуга салатының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: колбаса, керешке, кукуруз, асылған жұмыртқа, капуста, помидор, қияр және майонез қажет. Ең алдымен біз капустамызды видеодағыдай етіп ұсақтап турап аламыз. Және қиярымызды мен кубик қып турадым. Осылайша кубик қып ортасынан екіге бөліп турай береміз. Помидорларымызды бөліктерге бөліп, дәл қиярымызды турағанда етіп кубиктап турай береміз. Және де жұмыртқаларымызды дәл осылай тураймыз. Тарелкаларымызға саламыз. Мен 2 тарелкаға салып жасаймын. Тураған заттарымызды 2 ыдысқа теңдей етіп бөліп салып шығамыз. Мінекей бізде осындай радуга салат шықты. Енді видеодағыдай етіп майонезімізді салып, салатымызды әсемдеуге кірісеміз. Салатымызды майонезбен әртүрлі формада етіп әсемдеуге болады. Мен екінші салатымды осылайша әсемдеп салдым. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде комментарий қалдырып, менімен бірге болыңыздар.